Ертегі Сүлейман патша Маңқағұс. Бұрын заманда Сүлейман атлы патша яшаған. Ол дүнияға өзінің ақылыман белгілі болған. Бәрі януарлардың, құрт-құмырсқалардың тілдерін білген. Сүлейманның 4 хатыны болған. Бір күннің бір күнінде оның ең сүйеклі хатыны ауырыйды. Ауырған әдем ызалы болады, өзінің айтқанларын еттірмеге сүйеді. Патшадың бекесі де тап сондай болады. Сен маға айырым сарай сал, тек ол құслардың сүйеклерінен болсын, дейді ол Сүлейманға. Патша сүйеклі хатынының көңіліне етер үшін дүнияда қайда құслар бар, бәрісінде шақырады. Бәрі дүния құсы толтырады Сүлейманның тілегін. Қарақұс, піскөкек, қарлығаш, бозторғай, қара шәуке, басқалары. Тек бір Маңқағұс келмей қалады. Патша оның артынан елшісін жібереді. Амма келмейді Маңқағұс. Екінші, үшінші атлыды жібереді. Амма келмейді. Тек 4-ші атлыды жіберген соң, ол ашуланған Сүлейманның көз алдына келеді. Мен сенің артыңнан 3 кere атлы жібердім. Не үшін келмедің? Қайда мәнелі затлар сені үйінде сыладылар? Дейді Сүлейман. Мен ойладым, сыйлы патшам, деп айтады Маңқағұс. Қайдай ойладың әші? Кім көп екен дүнияда? Өлілер ме, тірілер ме? Әші, айт енді, кім көп екен? Ойландым, бәрі тірі зат заманы етіп өледі. Солай болғанда, тірілерге көре өлілер көп. Екінші ел сені не заты сылады? Деп сұрайды патша. Мен білгім келдім, дүнияда су көп пе, жер көп пе екенін. Білдің ме әші? Білдім, ұлы патшам. Біз қайсы ерді қазсақ та, оннан тесіп су шығады. Солай болғанда, су көп ерден. Үшінші ел не үшін келмедің? Мен пек қаты ойландым. Жер yüzінде кісілер көп пе, яде хатынлар көп пе? Деп жауаплайды құс. Білдің ме, қайсылары көп екенін? Деп сұрайды Сүлейман. Бұл сұрауымды шешер үшін мен айлақ көп ойландым. Кешір менің кешіккенімді, патшам, дейді Маңқағұс. Қайдай ой тоқтасқа келгеніңді айт, деп алғасайды патша. Хатынлар санына мен пішелерінің ойсыз тілеклерін етіп тұратаған кісілерді қостым. Хатынлар көп болдылар, деп жауаплайды ақыллы Маңқағұс. Сол жауапты естіген Сүлейман хатынының мәнесіз тілегін етек болып тұрғанына бек ұялады. Құслардың біреуіне де тимей еркінлікке ұшыртып жібереді.